Барлықтарыңызға сәлем, бұл Серетока, бұл біздің көше қыз атты бөліміміз. Егер видео ұнатса, арнаға тіркеу лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Кім есікті тоқылдатқан екен? Қазір барып көріп келейін. Мұнда кішкентай бала жатыр ғой. Сәлем, менің есімім күлше қыз. Бағана кішкентай қызды келгенін көрген шығарсыздар, яғни тастап кеткен. Сол мен. Өзім туралы сіздерге қысқаша ақпарат беріп кетейін. Менің ата-анам жоқ. Әрине, бұл өкінішті, бірақ сол. Және менің екі сіңлілім бар. Жизела, екіншісі Анастасия. Ал бұл менің өгей анам. Оны біз Леди Тремейн деп айтамыз. Оны барлығы сөйтіп айтады. Сәлеметсіз бе, патша, мені шақырдыңыз ба? Иә, мен сені шақырдым. Ал не болды, айта беріңіз. Не болғанда сол. Менің ұлым әлі үйленбей жатыр. Өзіне жар таңдай алмай жатыр. Соған бір сайыс өткізу керек сияқты. Мен есіме түсті. Біз би кешін ұйымдастыратын боламыз. Сол кезде барлық жерден ханшайымдар келетін болады. Яғни барлық жерден шақырамыз. Сол кезде ханзада солардың үшеуінен біреуін таңдап алады. Сол үшін. Иә, жақсы. Тез бәрін шақырып, ауыл болсын, қала болсын, барлығын шақыр. Әйтеуір менің ұлым үйленсем болды. Кәнеге шақыр, бол тез, не қарап тұрсың? Құдайға шүкір. Енді менің ұлым үйленетін болады. Жүр, бол тез, барлығын шақыр. Қазір барам. Әлгі қатшы анамды қуантып тұрады. Не айтты екен? Анам қатты қуанып кетті ғой. Жарайды, тірлігімді істей берейін. Тұрында бұл, ертең ханзада бал кешін өткізеді екен. Сол кезде барлығына үлгеруіміз керек. Болыңдар, тез дайын болыңдар. Егер сендерді ханзада таңдап алатын болса, сендер оны жары боласыңдар. Түсінікті ме? Сондықтан әдем болып, және биді әдем билеу керексіңдер. Ол қашан болады? Ол ертең арғы күні болады екен. Сол үшін бүгіннен бастап тез дайындалуымыз керек, әйтпесе үлгермейміз. Көше қыз, сен не істеп бізге қарап тұрсың? Бол тез, осы қыздар дайындар. Сонда мен қатыспаймын ба? Не сен не айтып тұрсың? Не сен ханзада қарайды деп бердің, сен қатыспайсың, сен үйде қаласың. Бол тез. Не сонда мен үйде қалатын болдым ба? Көше қыз, егер сен менің қыздарымды өте жақсы қылып, әдемі қылып дайындайтын болсаң, онда сен де би кешіне баратын боласың. Түсінікті ме? Сондықтан оларды әдемі қылып дайындайсың. Не, шынымен бе? Әрине, егер менің қыздарым мен әдемі болатын болса, сен де би кешіне барасың. Жақсы, мен қазір
Екеуін де әдемі қылып қоятын болам. Кеттім. Қыздар, дайынсыңдар ма? Мәсән балықтан құлпырып кетіпсіңдер. Анашым, сіз бүгін өте әдемі болып тұрсыз. Ханзада бізді емес, сізді таңдайтын сияқты ғой. Мені Ханзада емес, мені патшаның өзі таңдайтын сияқты ғой. Мінекей көлік келіп тұр екен, жүріп кеттік. Тоқтаңыздар, мен де дайын болдым қазір. Міне, мен де дайынмын. Көше қыз, сен негізінде би кешіне бармауың керек қой. Ол кешке тек қана бізді ғана шақырған. Иә, көше қыз, сен мүлдем бармауың керек. Сені үйде тірліктерің көп емес пе? Олар ұрыспай-ақ қойыңдар. Көше қыз бәрібір бармайды. Солай емес пе, көше қыз? Не, бірақ сіз сен мені барамын деп едіңіз ғой. Өзің не айтып тұрғанды білесің бе? Сонда сіз мені алдадыңыз ба? Әрине. Қанеке қыздар, мына көше қыздың киімін құртыңдар. Енді не істеуім, бар істеген киімді енді жоқ қылды ғой. Енді мен не киіп барам? Баратын көлік те жоқ. Болды, жылама, көше қыз. Сіз кімсіз? Мен сиқыршымын, саған көмектесуге келдім. Қазір мен сені әдемі қылып жіберетін боламын. Мінекей, 1, 2, 3. Бұл шынымен бе? Қандай әдемі көйлек. Рахмет сізге көп. Көше қыз, тоқтаймын, саған маңызды бір нәрсені айтуым керек. Егер сағат тілі 12-ден асып кететін болса, барлық сиқыр күші жойылатын болады. Және сен бастапқы өз қалпына келесің. Қазір енді тез бар. Осы кеште көп сұлу қыздар келген болатын. Және Ханзада олардың ешқайсысын қаламады. Осы кешке көше қыз келген болатын. Сол кезде ол өзінің өгей анасын көрді. Кейін Ханзаданың көп сұлу қыздарды қаламай тұрғаны көріп біртүрлі болып қалды. Сосын көше қыздың өзі келді. Кейін Ханзаданың өзі көше қызбен сөйлесіп кетті. Көше қыз бен Ханзада ұзақ сөйлесті, бірақ олар әлі есімдерін сұрамады. Кейін көше қыз сағатқа қараса, сағат 12 болайын деп қалған екен. Кейін көше қыз асыға жүріп кетеді. Сол кезде оны хрусталь туфли түсіп қалады. Кейін патша ашуланады. Көше қызды ұстауға